Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін кешкі асқа ханом жасайтын боламыз. Біреулеріміз ханом десек, біреулеріміз ораманан дейміз. Ең алдымен біз қамырымызды дайындап аламыз. Жылы суға тұз қосып, онды жақсылап иін қандырып иілейміз. Иілеп болғаннан кейін қамырымызды 3 бөлікке бөліп, пакетке салып демалдырып қоямыз. Қамырымыз дайын болам дегенше фаршты, асқабақты, пиязды алып араластырамыз. Тұз, бұрыш, дәмдеуіштерін өзіңіздің қалауыңызша саласыз. Бәрін әдемілеп араластырамыз. Асқабақты күнделікті тамаққа қосқан өте пайдалы. Асқабақтың пайдасы мен оның дәнінің пайдасы туралы менің видеоларымды көре кетіңіздер. Соның арасынша қамырымыз да дайын болды. Оны әдемілеп жайып, бетіне сұйық май құйып, барлық жерін бір келкетіп жағып шығамыз. Сұйық майын жағып болғаннан кейін дайын фаршымызды бетіне сеуіп, әдемілеп ораймыз. Менің қамырым үлкен болып жайылғандықтан мен оны 2 бөлікке бөліп пісірдім. Біріншісінде екінші қамырды жайып, майын жағып, үстіне фаршты салып, орап, оны мантаваркаға орналастырамыз. Мантаваркамызды алдын ала майлап аламыз. Асты жабыспас үшін суымызды қайнатып, құйып қоямыз. Бәрін салып, 45-50 минутқа пісіреміз. Елу минуттан кейін тамағымызды тарелкамызға салып, бетіне сары май жағып шығамыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.